10-шы есеп. Өрнекті ықшамдаңыз. 9-а азайтылған b квадрат бөлінген 9-а азайтылған 6 еселенген b көбейтілген түбір астында a қосылған b квадрат. Бұл теңдеуді ықшамдау үшін қысқаша көбейту формулаларын білу қажет. Ең алдымен алымына назар аударайық. Алымы бізде мынандай қысқаша көбейту формуласын еске түсіреді. Яғни екі түрлі көбейтішке жіктей аламыз. Бұл бізде 3 түбір астында a азайтылған b және 3 түбір астында қосылған b деп жіктеуге болады деген сөз. Енді бөліміне назар аударайық. Бөлімінде бізде 9-а азайтылған 6 дегенді егер көбейтішке жіктеп жазатын болса, 2 көбейтілген 3b түбір астында a. Яғни бұл бізге мынандай формулаға ұқсайды. a квадрат минус 2ab қосылған b квадрат деген қысқаша көбейту формуласына. Бұл бізде a минус b-ның квадратына тең болатын. Яғни берілген бөлшектің бөліміндегі өрнек бізде 3 түбір астында a азайтылған b-ның квадратына тең. Енді қысқарту жұмыстарын жүргізейік. Бізде алымындағы 3 түбір аста минус b мен бөліміндегі 3 түбір аста минус 1-дің b-ның біреуі жойылып кетеді. Сол кезде бізде 3 түбір аста плюс b бөлінген 3 түбір аста минус b қалады. Бізде бұндай жауап v жауабы.